Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Сәуле. Бүгін сіздермен өте дәмді, ауызда қытырлап тұратын балық қуыру рецептімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпайық достар. Видеоны аяғына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ең біріншіден біз балығымызды осылай тазалап, жуып, ортасынан бөліп дайындап аламыз. Балығымыздың әр қайсының бөлігін тұздап, араластырып 15 минутқа, яғни тұзы жақсы сіңу үшін біз табаға салып, бөлек бетін жауып қойып қоямыз. Осылай тұзы сіңгенше араластырып қоямыз. Келесі біз балығымызға қосылатын картошкамызды ұзынша етіп кесіп дайындап қоямыз. Оған керегі тұз, паприка, қара бұрыш және сұйық май 4 қасық және лажжан қалауынша. Мүмкін лажжан қоспасаңыздар да болады, егер аштыны ұнатпайтын болсаңыздар. Біз енді тұздап картошкамызды 3 грамм мен өзім лажжан қостым. Паприка, яғни дәмі кіргенше өздеріміздің қалауымызша қосамыз. Қатты ашты жақсы көрмесеңіздер, аз-аздан қоссаңыздар болады. Қара бұрыш және сұйық май. 4 ас қасық сұйық май. Араластырамыз жақсылап. «180 градуста 40 минут духовкаға пісіреміз». Енді картошкамыз піскенше біз балығымызды қуыруға кірісеміз достар. Екі жағын жақсылап ұнға аунатып, қызып тұрған майға, екі жағы қызарғанша барлық балығымызды осылай жақсылап тұрып, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Мінекей достар, біздің балығымыз қуырылып, екі жағы қызарып, осылай қатты қызартпаймыз. Мінекей картошкамыз дайын болды. Енді қуырылып болған балығымызды духовкада 15 минутқа 180 градусқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей достар, балығымыз дайын болды. Рецепт өте оңай. Міндетті түрде жасап, комментарий қалдыруды, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Келесі каналымда кездескенше. Сау саламат болыңыздар.